Кезінде апаларымыз мына бір матаның қиындыларын осылай сандықта сақтайтын болған. Сондағы мына бір жапырақ матадан не істеуге болады деп ойлайсыздар? Қазір көбіміз мұны ойланбастан лақтыра салуымыз мүмкін. Бірақ әжелеріміз үшін бұл жай ғана қиын емес. Үзілгенді жалғайтын, шашырағанды жинайтын тұтас бір философияның өзі болған. Бүгінгі әңгіме қазақтың, сондай-ақ күллі түркі дүниесінің ертеден келе жатқан құрақ өнері туралы. Бұл өнер түрінің атауы әртүрлі болғанымен түпкі мәні, жүйесі, философиясына дейін ортақ өнер. Мәселен, түрік халқы қырқияма, яғни қырық жамау деп атайды екен. Әзірбайжан халқы гурама, яғни құрама дейді. Ұқсас гурама сөзі түркмендерде де бар. Сондай-ақ корама атауы башқұрт татарларда бар. Біздің құрақ сөзіне ұқсас куроқ деген атау өзбек бауырларда. Сондай-ақ курак сөзі бір туған қырғыз халқында да бар. Қай-қайсымызды алсаң да бұл өнерге құрақ құраған құралады деген мән саламыз. Сол үшін ертеде әжелеріміз мата қалдықтарын тастамай, керісінше кәдеге жаратып, қиыннан қиыстырып, өрнек құрастырған. Содан да болар, бұл ең әуелі үнемнің, ысырап қылмаудың, жоқтан бар жасаудың амалы. Құрақ құрау тек қол өнер, әйтпесе сәндік тәсіл ғана емес. Астарында үлкен мән жатқан тәрбие құралы. Сабырлық пен ептілікке, еңбекке баулудың жолы, анадан балаға берілетін өнер белгісі. Түркі халықтың біразында құрақты ырымға балап да жасаған. Мәселен, қыздың жасауына басы құралсын, көбейсін деген ниетпен құрақ көрпелерді бір-бірімен қосады екен. Құрақпен тігілген бұйымдарды, сондай-ақ жаңа босанған келінге тарту еткен. Ол дегеніміз ұрпақты болсын, берекелі болсын деген тілек екен. Одан бөлек құрақ тіл көзден сақтаған, жамандықтан қорғаған дегенде наным бар. Баласы шетіней берген үй тіл көзден аман болсын деген ырыммен 40 құрақ құрап, жас нәрестені соған орайтын болған. Құрақ құрау өнері асқан шеберлікті талап етеді. Мәселен, қиындыларды үйлестірудегі есебің дұрыс болмаса, құрақта қисайып бұзылады. Сондай-ақ матаны дұрыс таңдау қажет. Себебі мата түстеріне дейін әртүрлі ұғымды білдіреді. Мысалы, қызыл түс. Гүлдің, қызғалдақтың, көктемнің нышаны болса, мынау сары түс күнді меңзейді. Көк түс болса, аспанның, судың белгісі болса, жасыл түс болса, даланы, көгал шөпті білдіреді. Қазақ халқында құрақтың 200-ден астам түрі бар. Өрнегіне қарай шатыр құрақ, ботагөз құрақ, тырна құрақ, қарсы құрақ, қайшы құрақ, жұлдыз құрақ деген алуан атау кездеседі. Байқасаңыз, құрақтың табиғатына дейін түркі дүниесінің болмысына ұқсайды. Түрлі мата бірігіп, бір тұтас өрнекке айналатын сияқты, түркі халықтары да әр қайсысының өз жолы бола тұра, көзге көрінбейтін жіппен біріккен бір бүтін дүниені құрайды. Құрақ өнері осы үзілмейтін байланыстың тағы бір әдемі айғағы.